Құрметті менің оқырмандарым, менің каналыма қош келдіңдер. Бұл арнада сіздерге шынайы өмірден алынған жүрекке жететін әңгімелерді ұсынамын. Әрбір оқиға бір өмір сабағы, әрбір сөз жанға азық. Мұнда сіз қуаныш пен қайғыны, сағыныш пен өкінішті, сондай-ақ үміт пен мейірімді бірге сезінесіздер. Бұл жай ғана әңгіме емес, бұл жүректен шыққан сыр жанның шынайы дауысы. Олай болса, арнама жазылып бірге ойланайық, бірге тебіренейік. Жасым 50-ге толған әжемін десем де болады. Бірақ қадірім жоқ, балаларыма сый кеткен анам, жас кезімдегі сұлулығым басыма сор болған бейбақ едім. Көздерім бұтадай, талшыбықтай мүсінім бар, жұмыртқадай аппақ қыз едім. Ауылдың жігіттері мені армандайтын, талай сыйлығы бар. Жігіттерді менсінбей жүріп, өзім ұнатқан әрі дәулетті жігіттің етегін ұстадым. Сөйтсем, ол жігіт өгей баласы екен. Қап, әттеген-ай, оны білмедім ғой, тек ол жігіттің байлығы үшін тұрмысқа шығып едім. Содан амалсыз тұра бастадым. Енем өте жуас еді, ал атам ақырған біреу. Күйеуім өгей әкесінен қатты қорқады екен. Ол үйде менің де, күйеуімнің де қадіріміз жоқ. Мен ондайға шыдай алмай төркінге тартып кеттім. Әке-шешем келгенімді жақтырмай қабылдады. Жүкті екенмін. Артымнан күйеуім келіп тізерлеп отырып, жалынып мені алып кетуге тырысты. Барғым келмеген, әкемнің айдауымен әрең кеттім. Кейіннен әкем өзі аудан орталығынан үй әперіп біздерді бөлек шығарды. Сол кезден бастап мен сорлы әбден бұзылдым. Бөлек шыққалы күйеуім менің жүктілігімді біліп, алақанына салып қарады. Өзі қара жұмыс жасап, аудандағы шағын базарда арба айдап, тапқанына тамақ әкеліп, өзі түк жемейтін. Тоқпын деп жүре беретін. Кешке келе сала ыбырсыған мусорды, үйілген ыдысты тап-таза етіп, менің өзінің кір болған киіміне дейін жуатын еді. Мен тек кешке дейін жатамын. Ол кезде телефон жоқ. Оқитыным газет болатын. Күйеуім артық сөз айтса кетемінге салатын. Сорлы бейбақ болдым. Ол ештеңе емес еді. Үйден жата-жата іш пысып, шешем келіп тастап кеткен ақшаға қалаған тәттілерімді жейтін едім. Анам ол ақшаны ұн, күріш секілді қабымен ал деп тастап кетеді. Ақшаны алып үй жаққа жақын дүкенге барып келіп жүргенде, дүкендегі еркекке көзім түсті. Әжептәуір денелі еркек екен. Мен жүкті болсам да ішім білінбейтін. Ұзын бойлы болғасын ішімде байқалмады. Әлі дүкенге кірген сайын ана еркекке көз сүзіп, ол да мені байқап екеуміз кездесе бастадық. Күні бойы күйеуім болмағасын, ол еркек ебін тауып үйге келеді. Күн жарықта ақ төсегімді ластап, әлгі еркекпен қатынасқа түсіп жүрдім. Көп ұзамай әлгі еркектің әйелі ізіме түсіп алды. Ол базарда алтын сататын іскер әйел екен. Менің үйге келетін уақытымды, күйеуімнің қайда жұмыс істейтінін де біліп алған. Бір күні күйеуім үйде отырған. Сол кезде есік қағылды. Ашсам, бір әйел. Өзі әдемі киінген, жүзі сұсты. Есіктен кіре салып, еш сәлемін де айтпай, сұрақ та қоймай, бетіме шапалақпен тартып жіберді. Сөзбен түтіп жеді. Есіктің алдында тұрған күйеуім де, мен де сілейіп тұрып қалдық. Сен менің күйеуіммен жаттың. Енді осындай бетіңмен үйде отырсың ба? Қара бет, ұятсыз, күйеуінің көзіне шөп салып, мәз болып жүрсің бе, ау басты, деп баж ете қалды. Күйеуім бір сөз айтпастан киініп, үйден үнсіз шығып кетті. Менің бетім от боп жанды. Тіпті жылауға да шамам келмеді. Сол кеш өмірімдегі ең ұзақ түн болды. Ол таң алдында ғана келді. Кірген беті диванға сұлай түсті. Мас, бірақ ашулы емес. Тек көзінде өмірге деген зілді мұң бар еді. Ештеңе демеді. Мен сөз бастадым. Ажырасамын. Үйді әкем алып берген. Үйді бөліспейміз. Мен кетемін болды, дедім мұздай дауыспен. Ол орнынан тұрып, үстел үстіне қойған бос бөтелкеге қарап тұрып қалды. Сосын аяқ астынан еңкілдеп жылап жіберді. Иә, еңкілдеп. Еркек адамның еңіреп жылағанын бірінші көру. Үні емес, жүрегі жылап тұрды.
мен сені қатты сүйдім, деді әлсін-әлсін үзіліп. Сен менің әйелімсің, баламның анасысың. Мен ішімдегінің бәрін ішіп тастағым келді, бірақ сенен бас тартуға жаным жетпейді. Ішіңдегі баламды ешқашан жетім етпеймін, өзгенің баласы да етпеймін. Тіпті егер сен басқа бір еркекпен бірге болсаң да бәрібір, тек ажыраспайық, деді. Сол сәтте өзімнен жиреніп кеттім. Не үшін бұлай жасадым? Не үшін бөтен еркектің жылы сөзіне алданып, өмірімдегі шын жанды жүрегіме жараладым? Сол бір оқиғадан соң тыныш жүрдім, бірақ күйеуім сол күннен соң еш уақытта төсекте бірге болмадық. Арада уақыт өтті, ұлды болдым. Күйеуім сол ұл үшін өмір сүрді. Менімен сөйлеспесе де, мені кешірмесе де, баласына деген махаббаттан менің де жағдайымды жасап отырды. Тамақ, киім, дәрі бәрін алып беріп тұрды, бірақ бұрынғыдай емес. Қасында отырсам да алыстап кеткенін сезетін. Бір үйде тұрсақ та екі бөлек адам едік. Ұлымыз 2 жасқа толғанда жұмысқа шықтым. Өзімше өзгерем, түзу жолға түсем деп ойладым, бірақ тағы да нәпсіме ие бола алмадым. Жұмыс базар ішіндегі дәмханада еді. Қарапайым ыдыс жуушы болдым. Басында бәрі жақсы болды. Таңнан кешке дейін жұмыс, кешке баламның қасына асығам. Бірақ бір өзбек жігіт болды. Ол сол дәмханада аспаз еді. Әзілдеп сөйлейді, көзді қысқан сәттерінен ақ не қалайтынын көрініп тұратын. Мен басында қарсы болдым. Бірақ ішімде бір арам ой, әлсіздік бар еді. Бірақ ешкім білмейді деп өзімді алдадым. Таң сәріде дәмхана ашылмай тұрып, ішкі кухняда ешкім жоқта бір емес, бірнеше рет қатынасқа түстім. Тіпті даусымның қатты шыққанын да байқамай қалдым. Қысқы уақытқа ешкім білінбейтіндей, бірақ ештеңе мәңгілік емес екен. Бір күні дәмхана иесі ерте келіп, кухняның тазалығын тексергісі келген. Ол кезде біздер тамақ үстелінің үстінде тоңқайып, әлгі өзбек ыңырси ұрғылап жатқан еді. Бастық бәрін көріп қойды. Айқай, ұрсу, масқара. Сол жерде дауыстап тұрып, масқарамды елдің көзінше шығарды. Салдақы қатын, жаттап алыңдар албастының түрін. Жұмыста бір жерін беріп ыңырсып жатыр. Оңбай кеткір. Басқа жер құрып қалды ма деп түгімді қоймай масқаралады. Күйеуім де бұл айқайды естіді. Сол маңнан өтіп бара жатыр екен. Тек басы салбырап, мені танымайтын секілді, тұрған күйі қатып қалған мүсін секілді. Ол менің күйеуім емес сияқты. Ол менің баламның әкесі, бірақ менің кешірілмейтін күнәмнің куәсі еді. Сол бір қылығымнан соң үйде отырдым. Жайсыз күйде жүрдім. Тәнім де, жаным да тыныш таппады. Сөйтсем бойымдағы өзгерістер бар. Жүкті екенмін. Бірақ әлгі өзбектен алдырғым келді. Роддомның алдына талай рет бардым. Кіре алмадым. Дәтім жетпеді. Жетсе де жүрегім қақ бөлінердей. Іштегі тіршілік менің нәпсімнің нәтижесі екенін білсем де, ол тірі жан еді. Арыммен алысып жүріп, ақыры қызымды дүниеге әкелдім. Ай күнім жетіп босандым. Сүйкімді қыз тудым. Көздері ботадай мөлдір. Қарай бергім келеді, бірақ жүрегім ауырады. Ол менің айыбым мен арманымның арасы. Қызыма қарасам, әлгі өзбектің аузынан түскендей. Мұны иегі тіпті күлкісі де. Күйеуім сол баяғы үнсіз күйінде қалды. Мен оның әйелі емеспін. Бір үйде уақытша тұрып жатқан бөтен адам сияқтымын. Қызымды бір ретте көтермеді. Бір сөз де айтпады. Тек ұлын еркелетіп, барлық тәттіні ұлына ғана бере берді. Бұлай балаларды бөлуге болмайды ғой. Арада қанша жыл өтті. Күйеуім сол баяғы қалпында қалды. Қара жұмыс істейді. Таңмен таласа тұрып, қара кешке дейін тынбай еңбек етеді. Ол тек ұлы үшін өмір сүрді. Ұлы оның үміті, жалғыз тірегі. Ал қызымызға қарауы да, сөзі де, көз қарасы да суық. Ол ешқашан әкелік мейірімін көрсеткен емес. Менше күйбең тіршілік, тозған үміт арасында жүріп, бір жерімді бітеп мектепке еден жуушы болып кірдім. Бірақ тыныштық маған ешқашан бұйырмады. Мектеп директорының көңілін тауып, қайтадан қателікке бастым. Ол менің азғыруыма көнген жоқ. Мен
өзім ұсындым. Ақырында ажырастым күйеуімнен. Соңғы шын заңды адал жерінен де айырылдым. Сол жылдары балаларым өсіп қалған. Ұлым жігіт болды, қызым бойжетіп келеді. Екеуі де енді еш нәрседен бейхабар емес. Бәрін сезеді, бәрін түсінеді. Бір күні үйге барғанында ұлым сыртта, қызым бөлмесінде отыр екен. Күйеуім болса ортада, түсі суық, көзі қанталаған. Алғаш рет сол үнсіз еркектің аузынан қаймықпай жалаңаш ақиқат шықты. Сен сияқты кірленген шүберекпен осы күнге дейін тұрып келгеніме өзім де қайранмын. Өзіңе ұқсаған әр еркектің қойнынан табылатын қызыңды алып кет. Ұлым ержетті. Егер ол да сен сияқты жәлеп боп кетсе, өз туған ағасын азғырып қосып жүрер. Үнсіз тұрып қалдым, жыламадым. Тек ішімде бірдеңе сынып түсті. Қызымның бөлмеден шығып тұрғанына көзім шалып қалды. Ол үнсіз жылады. Ұлым алыстан қарап тұрды. Қайсысына жақындайын, қайсысына жанымды ақтайын? Мен үнсіз кеттім. Бір қолымда өмірімнің лайы, бір қолымда перзенттерімнің көз жасы. Қызымды ертіп бөлек кеттім. Бұл да уақытша еді. Көп ұзамай қызым интернатта оқимын деп қиғылық салды. Келістім. Бәлкім менің үйдегі көлеңкемен алыстағысы келді. Бәлкім менің қателігімді көргісі келмеді. Қызымды өз қолыммен алыстатып тұрғанымды жүрегім сезіп тұрды. Бірақ қолымнан ештеңе келмеді. Үйде жалғыз қалдым. Тағы да қателестім. Ұлымның көзінше өзге еркекпен ұсталып қалдым. Сол сәт бәрінің соңғы шегі болды. Ұлым мені сол сәттен кейін ешқашан кешірмеді. Әкесін қатты жақсы көрді. Сол үшін бе екен мені жүрегінен бір жола өшірді. Кейде ойлаймын, бұл әкесінің берген тәрбиесі ме, әлде менің жасаған сатқындығым ба? Ұлым өсті, жігіт болды, үйленді, бірақ мен сол тойға шақырылмадым. Я, мың жерден кінәлі болсам да, анасы болғаны үшін ғана тым болмағанда сол күні шеттен қарап отыруыма болмас па еді? Қызым, ол да бойжетіп Шымкент жаққа тұрмысқа шықты. Бастапқыда хабарласып жүрдік. Бір күні сағынып өзім іздеп бардым. Сол кезде маған енді келме, берекетімді аласың. Сен үшін енемнен де күйеуімнен де сөз естіп болдым деді. Сол сәтте жылап жібердім. Көше ортасында, бөтен қалада, бөтен адамдардың ортасында қызымның аузынан шыққан сол сөз менің жүрегімді бір жола үзіп жіберді. Ұлым қазір басқа қалада тұрады, әкесінің қолында. Инстаграм арқылы ғана көріп отырамын, немерелерімен қыдырып жүргенін, тойға барғанын, көлге шыққан. Жүрегім ауырады, жанымды жеп бітеді. Бақыт деген адалдық па? Қартайғанда бірге немере бағып, қызығын бірге көруден артық не бар? Әттең, ешқандай қателік жасамағанда қазір жалғыз қалмас едім. Қадірсіз, іздеусіз анамын.